Машинада жолда келе жатқанда ешқашан ашуланбаңыз, қатты сөйлемеңіз, негатив сөздерді айтпаңыз. Өйткені сіз кішкентай ғана пространствоның ішінде отырсыз, және де ол жерге қандай энергия құйдыңыз, соны аласыз. Жаман сөздерді айтатын болсаңыз, айғалап, шулап сөйлейтін болсаңыз, жолда келе жатып міндетті түрде не машинаңыз бұзылып қалады, не бірдеңеге ұшырайсыз. Сол себепті әрбір заттың өзінің энергиясы болады. Жаны болмаса да энергиясы кез келген затта бар. Ол үй болсын, машина болсын, киім болсын, кез келген дүние энергиядан тұрады. Және де сіз ол энергияға қандай энергия сыйладыңыз, соны өсіреді. Негативті берсеңіз, негатив ұлғаяды. Егер позитив берсеңіз, тек қана сол жақсылық сізге ұлғая береді, өсе береді, алдыңыздан шыға береді. Біз сіздерге тегін сабақ дайындап қойдық. 200-ге жуық. Профильдағы сілтемеге басу арқылы ала аласыз, немесе комментарийға плюсик қойыңыз. Бізбен бірге дамып, өміріңді өзгерт.